Үлгілі орта мектебінің кітапханасында 2 кітапханашы қызмет етеді. Мен кітапхана меңгерушісі Рахымбекова Гүлмира. Кітап оқу рухани кемелдеудің көзі десем артық емес деп президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, бүгінгі заманда кітапсыз, сондай кітапханасы адамның ойдағыдай дамуы мүмкін емес. Бүкіл әлемдегі кітапханалар білім мен мәдениеттің ошағы, жаңа ойлар мен тың пікірлердің мекені. Сонымен қатар мемлекет басшысы электронды форматтың қарқынды дамып жатқанына қарамастан, дәстүрлі кітапхананың ағартушылық мәнін жоғалтпайды деуінде үлкен мән бар. Кітапхана қорында 12.974 дана кітап бар. Оқулықтар саны 11.374 дана. Кітапхана көлемі 38-8 шаршы метр. Кітапхана ішінде ұйымдастырылған тұрақты көрмелерді тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірі, өнеге, тірлігі, тағылым атты сөрелерден бастағанды жөн көрдім. Мұнда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың шығармалар жинағы орналастырылған. Екінші әлем әдебиеттер жинағы. Келесі сөремізде көркем әдебиеттер, қазақ тілі мен орыс тіліндегі әдебиеттер. Келесі сөреде сала-сала бойынша бөлінген әдебиеттер. Мына сөреде ұстаздарға арналған әдістемелік көмекші құралдар, балаларға арналған көркем әдебиеттер мен ертегі кітапшалар жинақталған. Мемлекеттік тіліміз ұлттық егемендігіміздің негізгі белгілерінің бірі қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесін көтеру арқылы тәуелсіздік тұғырын нығайтамыз, ұлт аралық қарым-қатынастардың мәдениетін жаңа биіктерге көтереміз. Тіл тағдыры, ел тағдыры сөресінде тілге қатысты сөздіктер мен тіл туралы түсініктеме сөздіктер қойылған. Одан кейінгі сөреде денсаулық бұрышындағы оқушылар мен ұстаздарға қатысты нашақорлық, денсаулықты күту мақсатындағы кітапшалар қойылған. Болашақ бағдар рухани жаңғыру аясында қойылған сөрелерде туған өлке таланттарының шығармалары қойылған. Рухани жаңғыру 100 кітап жобасы бойынша оқушыларға арналған әдебиеттер қойылған. Келесі сөремізде кітапханаға келіп түскен жаңа көркем әдебиеттерді ұстаздар мен оқушыларға таныстырып, шолу жасалып отырады. Жыл сайын дәстүрге айналған кітап сыйла акциясы кітапханада қорын көбейту мақсатында ұстаздар мен оқушылардан 20 дана көркем әдебиеттер мен ертегі кітапшалар сыйға тартылды. Биыл ақын жазушыларымыздың жыр алыбы Жамбылдың 175 жыл мерейтойы, ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы, қазақ әдебиетінің атасы Ыбырай Алтынсариннің мерейтойларына арналған кітап көрмесі ұйымдастырылды. Рухани жаңғыру аясында үлгілі орта мектебінде осындай инклюзив бұрышы ұйымдастырылған болатын. Бұл бұрыштан біз өзімізге қажетті әдеби кітаптарды алып оқып, отбасымызбен үйге барып талқылап оқимыз. Оқылған кітабымызды басқа оқырмандар оқысын деген мақсатпен осы бұрышқа келіп орналастырып қоямыз. Қазіргі заманға сай білімләнд бойынша өзімізге қажетті шығармаларды QR-код арқылы телефонға жүктеп аламыз. Бізге өте ыңғайлы.
шеруіміздің соңын жазушы әбіш кекілбаевтың мына нақыл сөзімен аяқтағым келеді. Мен кітапханаларды ақыл, білім, адамгершілік, парасат, иман ордасы, ал кітапханашыларды сол мұралардың жоғалмауына жауап беретін сақшылар демекпін.